Бүгінгі тақырып географиядағы салыстыру әдістері. Бүгінгі тақырыпқа қатысты жаңа терминдер мен ұғымдар. Бұл синхронды салыстыру, яғни бір текті нысандардың белгілері мен көрсеткіштерін бір уақыт кезеңінде салыстыру. Келесі диахронды салыстыру. Бұл бір немесе бірнеше нысанның белгілері мен көрсеткіштерін әртүрлі уақыт кезеңдер бойынша салыстыру. Және баламалау әдісі. Бұл басқа ғылым саласында жақсы зерттелген нәрсемен салыстыру негізінде балама табу арқылы зерттеу. Балама деп отырмыз, яғни альтернатива. Бірінші сұрақ. Географиядағы салыстырудың дамуы және ерекшеліктері. Салыстыру бұл географияның барлық саласында ерте кезден бастап қолданылып келе жатқан ең кең тараған әдістің бірі. Салыстыру әдістерін қолдану арқылы зерттеу нысандарының ұқсастықтары мен айырмашылықтары, кеңістіктік әркелкілігі анықталып зерттеледі. Салыстыру әдістері бұрынғы деректерде де кездеседі, бірақ дәл қазіргі ұғымындағы салыстыру әдістерін география ғылымында алғаш рет 19 ғасырда неміс ғалымы Гумбольдт қолданған болатын. Міне алдарыңызда Александр фон Гумбольдт. Гумбольдт салыстыру әдістері арқылы жер шары қабықтарының заңдылықтарын зерттеп, физикалық географияның негізін қалады. Салыстыру әдістерін оның замандасы Карл Риттер де қолданды. Ғалымның табиғат пен адам тарихына қатысты жертану немесе жалпы салыстырмалы география, салыстырмалы жертану туралы идеялары атты әйгілі еңбектері бар. Бастапқы кезде нысандар мен құбылыстарды сыртқы көрінісі бойынша салыстыру жүзеге асырылатын. Кейінірек олардың өлшемдері, сыртқы белгілерінің, яғни морфология ерекшеліктері салыстырылатын болды. 20 ғасырда геохимиялық, геофизикалық, әуе ғарыштық әдістер көмегімен алынған мәліметтер салыстырыла бастады. Қазіргі кезде салыстырулар орасан зор сандық сапалық көрсеткіштерді қамтуға мүмкіндік беретін математикалық әдіс пен гаш технологиялары арқылы жүзеге асырылады. Енді географиядағы салыстыру әдістері деген келесі сұраққа тоқталатын болсақ, бүгінде салыстырмалы әдістер географияның барлық саласында қолданылады. Олар жер шарындағы геожүйелердің күрделі құрылымы мен ерекшеліктерін, өзара байланыстарын танып білуге көмектеседі. Өйткені салыстыру арқылы ғана географиялық ақпарат легінен нысандардың ерекше және басты белгілерін ажыратып, олардың ұқсастықтарын анықтайды. Салыстыру әдістерінің бірі баламалау әдісі. Мысалы, ежелгі грек оқымыстысы Платон жер шарын тірі ағзаға теңеген. Қазіргі кезде де ғалымдар Азия экономикасын адамға теңейді. Мысалға, Жапония оның басы болса, Жапония экономикасы оның басы, Қытай мен Үндістан оның аяқтары, жаңа индустриялық елдер қолдары, мұнай экспорттайтын елдері жүрегі және тағы да басқалар. Келесі әдіс салыстырмалы географиялық әдіс. Географияда қолданбалы зерттеулерде аумақтар мен елдердің көрсеткіштерін салыстыру арқылы ерекшеліктерін анықтау, оларды топтастыру мен жіктеу, болжам жасау мақсатында қолданылады. Салыстыру әдістері негізінде кез келген жіктеулер мен топтастыруларды жасауға болады. Жекелеген аумақтардағы географиялық нысандарды немесе құбылыстарды салыстыру барысында белгілі бір ережелер басшылыққа алынады. Географиядағы салыстырулар, яғни 6-шы суретке мән беретін болсаңыздар, бұнда географиялық салыстырулардың ережелері берілген, яғни бір текті нысандарды салыстыру, бір нысанның қасиеттері мен көрсеткіштерін диахронды түрде салыстыру, салыстыруды зерттелетін нысандардың аса маңызды белгілері мен көрсеткіштері бойынша жүргізу, нысандарды салыстыруды синхронды түрде жүргізу. Бір текті нысандар болып табылатын Оңтүстік Америка мен Африка материктерінің субэкваторлық белдеулерін өзара салыстыруға болады. Нәтижесінде ұқсастықтар, ерекшеліктер анықталады. Бір нысанның әртүрлі уақыт кезеңдері бойынша, яғни диахронды қасиеттер мен көрсеткіштерін салыстыру арқылы нысанның үдерістің өзгерістері анықталады. Мысалы, бір қаладағы жылдық орташа температураларының соңғы 100 жылдағы көрсеткіштерін салыстыру нәтижесін климат өзгерістеріне қатысты қорытынды жасалады. Енді зерттелетін нысандардың аса маңызды белгілері мен көрсеткіштерін салыстыру нысандар туралы неғұрлым дәл білім алуға көмектеседі. Мысалы, екі көлдегі судың химиялық құрамын салыстыру және тағы да басқалар.
Нысандарды салыстыруды синхронды, яғни бір уақыт аралығында синхронды түрде жүргізу арқылы белгілі бір құбылыстың аумақтық ерекшелік туралы білім алуға болады. Мысалы, Қазақстан облыстарындағы 2018 жылғы туу коэффициентін салыстыру. Қазақстан Республикасының ұлттық экономика министрлігі статистика комитетінің деректері бойынша 2018 жылы еліміздегі ең жоғары туу коэффициенті Маңғыстау облысында тіркелген екен. Ол 29,7 промилле. Ал ең төмен көрсеткіш бұл солтүстік Қазақстан облысында тіркелді. Бұнда бар болғаны 12,9 промилле болған. Салыстырмалы географиялық әдіс зерттелетін нысандардың, құбылыстар мен үдерістердің жалпы және ерекше белгілерін анықтауға мүмкіндік береді. Мысалы, шөлейттену үдерісі дүниежүзінің көптеген аумақтарына тән, бірақ оның аймақтар бойынша ауқымын, ерекшеліктерін анықтау үшін салыстыру қажет. Мұндай салыстырулар шөлейттенудің жер шары бойынша ортақ сипатын, жергілікті факторларға байланысты әрбір аумақтағы өзіндік ерекшеліктерін анықтауға септігін тигізеді. Видеоға лайк басып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. ұбт-ға дайындық курсына жазылу үшін төмендегі описанияға өтсеңіздер болады.